Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып жасалынатын бүрмелі тағам. Ол үшін қарын қажет малдың. Осылай картошкамызды, пиязымызды, сәбізімізді ашып алдым. Барлығын турап аламыз. Барлығын турап, үлкен-үлкен қылып турау керек. Осылай барлығын турап алдық. Менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгі басуды ұмытпаңыздар. Осылай сәбізімізді де турап аламыз. Осылай бұрышымызды, тұзымызды салып, қара бұрышымызды салып, араластырамыз. Енді етімізді жуып, етімізді үлкен-үлкен қылып тураймыз. Менде қарыным жылқының қарны. Осылай еттерімізді барлығын біркелкі қылып турап аламыз. Өте дәмді болып шығады. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қоңыраушаны басып. Осылай барлығын турап, біркелкі қылып, барлығын жақсылап араластырамыз қолымыздың көмегімен. Өте дәмді болып шығады. Қонақ келсе де осылай жасап ұсына берсеңіздер болады. Қарынымның бір шетін тігіп алдым. Жақсылап қарынымызды жуып алғамын. Тұзға жақсылап тұзбен. Сосын қарынымды бір күн алдын мариновать етіп қойғам. Чеснок, зіре салып қарынға өте дәмді болып шығады. О, мариновать етіп қойса. Осылай барлығын салып алдым. Енді шетінен барлығын тігіп шығамыз. Жуалдыздың көмегімен тігу керек. Онда ине өтпейді. Қарын қатты болады да. Сол себепті жуалдызбен тіккендеріңіз жақсы. Осылай барлығын тігіп аламыз. Сіздер де үй жағдайында жасап кетсеңіздер болады. Өте дәмді. Осылай барлығын тігіп алып, шетін кішкене ашып қойдым. Қазір мен ол жерге су құямын. Осылай барлық жеріне ағылып, осылай бір шетін қазір 200 грамдай ішіне су құйып жіберем. Кішкене шетін ашып алдым да, сол жеріне су құйып жібердім. Енді жаңағы жерін қайтып тігіп жіберем. Осылай тігіп. Енді отқа қойып, қайнатып пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Отта мен
3 сағат қайнаттым. Мына бетін 1,5 сағат, мына бетін 1,5 сағат қайнаттым. Өте дәмді болып шығады. Екі бетінді бірдей пісу үшін 3 сағат қайнаттым. Жұмсақ болбырап, өте дәмді болып шықты. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер болады.